Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге орыс тілінде маңызды тақырып өтетін боламыз. Яғни ол қандай маңызды тақырып деп ойласаңыздар, орыс тіліндегі негізгі предлогтармен танысатын боламыз. Егер де дәл осы видео сабақты толық қарап, осының ішіндегі барлық предлогтарды жазып жаттап алатын болсаңыздар, сіздерге бұл тақырып өте оңай әрі қызықты болады. Ал кеттік. Жалпы предлог деген ұғым қазақ тілінде негізі жоқ. Бірақ қазақ тілінде біз білеміз, көмекші есім деген бар. Соған ұқсас, қазақ тілінде көмекші есімдерге ұқсас етіп біз предлогты алған болатынбыз. Көмекші есімдерге нелер жатады? Алды, арты, қасы, маңы, шеті, сырты секілді сөздерді жатқызуға болады. Ерекшеліктері: бірінші, сөздің алдында келеді. В альбоме, на столе, с повидлом деген сияқты сөздер. Екіншісі, етістіктің алдына қойылмайды. Үшіншісі, олар сөйлем мүшелері қызметін атқара алмайды. Төртінші, предлогтардан кейін тұратын сөз септік жалғаулары арқылы өзгеріп отырады. Под столом, на столе, в школе деген сияқты сөздер. Кеттік. В предлог белгілі бір нәрсенің ішінде деген мағынаны білдіреді. Положить одежду в шкаф, яғни киімді шкафтың ішіне қою деген мағынада. Келесі на. На ол бізде үстінде деген мағынаны қолданылады. Положить учебник на стол, яғни оқулықты үстелдің үстіне қою. У қасында, маңында деген мағынаны білдіреді. У дома растет дерево, яғни үйдің жанында ағаштар немесе ағаш өсіп тұр. Из-за бізде бір нәрседен және де бір жерден деген мағынада көбінесе қолданылады. Яғни мысал келтіретін болсақ, выйти из-за угла, бұрыштан шығу, яғни бір нәрседен шығу болып тұр. Под қай кезде қолданамыз? Ол астында деген мағынада қолданылады. Книга упала под диван, яғни оқулық диванның астына түсіп кетті. Напротив, это қарама-қарсы деген мағынада қолданылады. Сидеть напротив двери, яғни есікке қарама-қарсы отыр. Около это жанында, сол маңда деген ұғымда қолданамыз. Гулять около дома, яғни үйдің айналасында серуендеп жүр. Вокруг айналасында деген ұғымда қолданылады. Вокруг сада есть цветы, яғни бақшаның айналасында гүлдер бар. К ол бір нәрсеге қарай деген мағынада қолданады екенбіз. Мысалы, к лесу, к врачу, яғни орманға, дәрігерге деген сияқты. Над үстінен, үстінде деген мағынаны білдіреді. Над первым этажем надстроили второй, яғни ол бір нәрсенің үстінен деген мағынада қолданып тұр. Ол бізде туралы деген мағынаны білдіреді. Мысалы, думать о маме. Про дегенде туралы деген мағынада қолданылады. Например, про друзей, про дружбу, про природу, яғни достар туралы, достық туралы, немесе табиғат туралы деген сияқты мағына. Ол да тоже туралы деген мағынаны білдіреді. Например, забудьте об алкоголь. Что ты думаешь об эстрадных певцах деген сияқты сөйлемдерді аламыз. Келесі, насчет туралы жөнінде. Насчет работы, насчет учебника. Мне нужно поговорить с ним насчет работы. Маған онымен сөйлесу керек, жұмыс туралы деген мағынада қолданылып тұр. Келесі с ол қазақ тіліндегі көмектес жалғауы. Мен, бен, пен. Отец с сынышкой пошли на рыбалку. Әкесімен бірге баласы балық аулауға кетті деген мағынада. Без это бір нәрсесіз. Читать без ошибки, без сестры на речку не пойду. Яғни қатесіз оқу, немесе әпкесіз өзенге бармаймын деген сияқты. По
Қазақ тілінде көмектес септікке ұқсайды. Говорить по факту, позвать по имени, читать по памяти деген сияқты. Для, рады, үшін, поехал ради мамы, эти книги для детей деген мысалдарды айтамыз. Через, кейін деген мағынада қолданылады. Через день работа, через день будет поздно. Келесі, после, бір нәрседен кейін деген мағынаны білдіреді. После обеда я приду. После урока ребята играли в сказку деген сияқты сөйлем. До, это бізде дейін. До завтрака мы успели сделать уроки. Магазин работает до 9 часов деген мағына. С, бері, немесе бастап. С утра до вечера. С утра болит голова. Немесе с утра ничего не ела деген мағынада қолданамыз. Перед, ол бізде бұрын. Перед уходом выключайте свет. Перед сном пить воду. Келесі предлог бізде в течение. Это аралығында, бойы, немесе ішінде деген қолданылады. В течение дня, в течение лета, в течение 2 месяцев. Немесе от, это бір нәрседен, немесе бір нәрсенің әсерінен. Он живет в 2 километрах от леса. От голода болит голова. Вследствие, это салдарынан деген мағынада қолданылады. Вследствие пожара сгорел целый лес. Вследствие болезни возникли осложнения. Яғни, өрттің кесірінен бүкіл орман өртенді. Благодаря, это арқасында. Дети подбежали к бабушке благодаря за вкусный пирог. Ал, назарларыңызға рахмет, спасибо за просмотр. Сіздерге осы сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Міндетті түрде осы предлогтарды жазып жаттап алсаңыздар, сіздерге өте қатты қажет болады. Және де біздің YouTube каналға тіркелуді, лайк басуды және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар, себебі бізбен бірге орыс тілін және де ағылшын тілін тегін үйреніңіздер.